Саламатсыздар ма, білім алушылар? Кезекті сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпараттық анықтамалық құжаттар тобы анықтама. Сабақ дене тәрбиесі және спорт мамандығын алушыларға арналады. Пән мемлекеттік тілде іс жүргізу, оқытушы Жақсыбек Барымтай Тілеуғабыловна. Бүгінгі сабақтың мақсатына назар аударсақ. Анықтама және оның құрылымы туралы түсінікті қалыптастыру. Сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, анықтама түрлерін құрастыра білуге үйрету. Тақырыпты түрлі жаттығулар, жағдаяттар арқылы меңгерту. Сабағымыздың міндетіне тоқталсақ. Сабағымыздың міндеті екі бағыт және жағдаяттық тапсырмалар бойынша жүзеге асады. Яғни, анықтаманы сауатты құрастыруға дағдыландыру, тақырыпқа қатысты сөздер мен сөз тіркестерін меңгерту, сосын жағдаяттық тапсырмалар бойынша жұмыстарыңызды жүргізесіздер. Енді сабағымыздың негізгі мазмұнына тоқталайық. Анықтама мазмұны деректі растайтын, дәлелдейтін, сипаттайтын ақпараттық анықтамалық іс қағазының бір түрі болып табылады. Анықтаманың түріне көңіл аударсақ. Анықтама екі түрге бөлінеді. Растау, дәлелдеу мақсатында және қорытындылау, бағалау мақсатында. Дәлелдей келсек, анықтаманың төмендегідей сатыда көруге болады. Мысалы, тегі, туған күні, оқу орны, отбасы, құрамы, жалақысы, жұмыс орны, туған жері. Анықтаманы осы бағытта толтыра аласыздар. Бүгінгі сабағымыздың арқауы болған анықтаманың мазмұндық құрылымдық жүйесіне тоқталайық. Яғни, бірінші құжат аты, екінші негізгі мәтін, үшінші анықтаманың қай ұйымға берілгені туралы мәлімет, төртінші анықтаманың жарамдылық мерзімі жайлы мәлімет, бесінші анықтама беруші адамның қолы мен анықтаманы беріп отырған ұйымның мөрі міндетті түрде болу керек. Енді осыларға жеке-жеке түсіндіре кетсек. Құжат аты үлкен әріптермен парақтың ортасына жазылады. Негізгі мәтін, яғни негізгі мәтін анықтаманың берілу мақсатына қарай жазылады. Мысалы, осы анықтама Сүлейменова Айжан Жандосқызына берілді деген сияқты. Анықтаманың қай ұйымға арналып берілгендігі туралы мәлімет, бұл мәліметке негізгі мәтіннен төмен азат жолдан басталып жазылады. Осы ережелерді мұқият естеріңізде сақтап, үлгі бойынша жазып көресіздер. Төртінші түрі. Анықтаманың жарамдылық мерзімі туралы мәлімет. Бұл мәлімет те жаңа жолдан жазылады және берілген анықтаманың қай мерзімге дейінгі күші бар екендігі көрсетіледі. Мысалмен дәлелденген. Бесінші түрі. Анықтама беруші адамның қолы. Бұл мәлімет анықтаманың жарамдылық мерзімінен кейін жаңа жолдан 2 сантиметрдей қалдырылып барып жазылады. Яғни, анықтама беруші тұлғаның лауазымы жазылады, қолы қойылады және фамилиясы, аты жөні беріледі. Бұл да мысалдармен дәлелденген. Кез келген анықтаманың тіркелген нөмірі жауапты адамның қолы, мекеме мөрі басылғанда ғана заңды күшіне ие болады. Енді олай болса, анықтаманы қандай жағдайда жазылады? Кәне назар аударып, тыңдап көрейік. Анықтама белгілі бір мекемедегі ұйымдардағы немесе олардың бөлімшелеріндегі жұмыс түрлерін тексеріп, қорытындылау, бағалау мақсатында жазылады. Ондай анықтамалар арқылы бір өкілдігі бар адамдар тобы тексерілген істер бойынша, яғни оқу орнының тәрбие жұмыстарын тексеру, өндіріс орындарының міндеттемелерін орындау, іс-шаралардың жүйесін тексеру, қорытындысын жоғары ұйымға басшыларға жеткізу, міне осының барлығы анықтаманың негізгі жүйесіне кіреді. Яғни анықтама тексерудің мақсатына қарай барлық деректер мен оқиғалар рет-ретінен жүйелі түрде
жазылуы тиіс. Олай болса, енді осы анықтама бойынша тапсырмалар түріне көшейік. Бірінші тапсырма. Анықтама үлгілерімен танысып, оқып шығасыздар. 3 түрлі анықтама берілген. Яғни, осы жаңағы тапсырмалар бойынша, жоғарыда бірінші тапсырма бойынша, мына тапсырмаларын орындаймыз. Анықтамалар бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Яғни, анықтамалар кімге берілген, анықтамалар не үшін берілген, қайда тапсыру үшін берілген. Сосын үшінші тапсырмаларымыз бар. Тіл дамытуға байланысты сөз тіркестерін аудару. Төртінші тапсырмаларыңыз. Бесінші жүйелік тапсырмаларыңыз. Яғни, анықтаманың мазмұндық құрылымдық жүйесін дұрыс орналастырыңыздар дейді. Жүйелік тапсырмалар бұлардың барлығы. Назар аударып, мұқият тексеріп оқып орындаймыз. Енді міндетті түрде теорияны жағдаятпен байланыстырып, практика жүзінде көріп жазып білеміз. Яғни, міне жағдаяттар бойынша анықтамалар жазасыздар. 4 түрлі анықтаманың түрі берілген. Осы анықтама, осы үлгіге қарап жазуларыңыз қажет. Екі тапсырма. Белгілі бір мекемедегі жұмыс түрлерін тексеріп, қорытындылау, бағалау мақсатында анықтама жазасыздар. Анықтамада тексерудің мақсатына қарай барлық деректер мен оқиғалар рет-ретімен жүйелі түрде жазылуын қадағалайсыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.